Мықтыбай Бекайдарұлы 1720 жылы Баян деген ауылда, Жамбыл ауданында, солтүстік Қазақстан облысында туған жері. Ол Мықтыбай 14 жасына дейін ауылда өсіп, содан кейін ауылда өзін жақсы көрсетіп, бірақ ерте әке-шешесінен айырылады. Соған байланысты жұмыс іздеп, осы Петропавл қаласына келеді. Келгеннен кейін осы жақта әрбір жерде жұмыс істеп жүрген кезінде бір күні Мықтыбайдың сондай пысықтығын көріп қалады Абылайхан. Содан кейін ол кісіні сол баланы өзінің жанына алады. Сол бала шаруашылыққа алады, алдымен жылқыларын күтуге, басқа шаруа істеуге. Содан кейін ыңғайлығы, сондай кереметтілігін, еңбекқорлығын көріп, Мықтыбайға көп алдына не қояды, жұмыс қояды. Соған байланысты Мықтыбай 15 жасынан бастап, тарихта солай жазылған, Абылайханмен бірге болған. Сонымен әрбір жерлерде соғыстарға жүріп, соғысады, әрбір жерде барады. Көп адамдарды сондай мықтылықпен ол керемет бір жоңғардың батырын 19 жасында мұнағы алып көтеріп, жалғыз қолымен көтеріп, найзаның ұшымен көтеріп, соны көтергенде найзаның ұшында Мықтыбай әлгі ерген жоқ айтыпты. Мықтыбай, мені жібер, мен ең керемет ненің шыққан батыр едім, маған байлығымды бәрі сізге ұстап кетем, бірақ мені тірі қыл. Сосын мен саған ақша төлейін саған. Ол айтады, маған байлық керек жоқ, маған елімнің жерім керек, елім керек. Мен соны қорғап деп, әлгі кісіні өлтіреді. Ол туралы мен талай мақалалар жаздым. Сол батырлық жолымен жүрген кезде, ол кезде керемет Мықтыбай өзінің жүрген жерлерінде жолдастарымен жақсы болады, сыйлы болады, өзінің екпінді керемет күштілігі, өзінің саясаты, соған байланысты өзінің солтүстік өңірдің бірнеше адамдарды қосып, бірге әрбір жерлерге соғысады. Сол жерде, бәрі жерлерде, сол шайқастарда жеңеді. Бір күні 29 жасына, 19 жасында манағы айтқан ерген жуықты өлтіргеннен кейін 10 жыл Мықтыбайдың артынан жүріп, жоңғарлар өлтіреміз деп жүріп, 10 жыл уақыт жоғалтады. Бір күні Қарағанды облысында, Шет ауданында, шілде айында 29 жасында Мықтыбай шөлдеп келатқан өзінің жанындағы 40 азаматымен су ішкенде, құдықтан уланып, суды уландырған кімдер, соған байланысты сол жерде біз Нұрлан Ердәулетұлы барып, сол жерден топырақ келді. Сол жерде зираты бар, сол жерде жатқан жері біздің 40 батырымыз жатыр. Сол жерде Шет ауданы, Қарағанды облысында. Көп шаруа істелінді, талай кітаптар жазылды, талай журналдарға шықты, әскери журналдарға. Мықтыбайдың 2021 жылы Баян ауылында 300 жылдығын өткіздік. Басына бір уыс топырағын қойдық зиратқа. Оған халық қатынасты, оның үстіне сол халығы бәрі, сол жердің Баянның халығы бәрі қатынасып, той болды. Тойға бәрі Алматы, Қарағанды, Петропавл әрбір жерлерден туыстары бар екен, келді, қатынасты. Соған байланысты біз кітап жаздық, Мықтыбай батыр туралы, оның ерлігі туралы, бәрі Нұрлан Ердәулетұлы керемет көп жақсылық жасады, соны айта жүру керек. Зерттелмеген үлкен ғалым, үлкен батыр, біз бірінші Нұрлан Ердәулетұлы екеуміз көп шаруа істедік кезінде, соған байланысты туыстары да көп, білетіндер бәрі келді. Бірақ бар қалғаны сол Баянда айтып жүрген Мықтыбай көшесі бар екен. Сол Мықтыбай көшесі бүгінге дейін бар екен, Мықтыбайдың атында. Бірақ жақын туыстары жоқ Мықтыбайдың. Ағайындары бар, жақын туыстары жоқ.